Сәлем достар, бүгін қазақтың ұлттық тағамы майсөк дайындаймыз. Майсөк тарыдан дайындалады, ал тарының адам ағзасына пайдасы ғылымда әлде қашан дәлелденген. Ол адам бойына күш-қуат дарытады, бауырдың жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді, ішек жұмысын жақсартады. Жалпы пайдасы өте көп. Тарыны жақсылап 3-4 рет жуып алып, ыдысымызға саламыз. Тарының ортасына дейін жететіндей етіп су құйып, бір қайнап шыққаннан соң баяу отта суы тартылғанша пісіреміз. Үнемі араластырып тұрыңыздар. Суы тартылған соң қалауыңызша қан қосып араластырамыз. Тарының деңгейімен бірдей мөлшерде сүт құямыз. Тағы да бір қайнап шыққан соң баяу отта пісіреміз. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар, өйткені тары ыдыстың түбіне жабысып қалуы мүмкін. Дайын болған соң май салып араластырамыз. Міне осымен майсөк дайын, дәмді әрі пайдалы тағам. Жасап жатсаңыздар, ас болсын.